Қазақ елі, өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мүфтияты қазақ түркі дүниетанымындағы қазақтардың сенімін күпірге теңеп, өздерін адасқан кәпір деді. Мүфтияттың мұндай діни фәтуасы Ханафи мазхабының фундаментальді кітабы Мұхтасар аль-Қудуридің мына сөздеріне негізделген сияқты. Аталмыш кітаптың іс-әрекет тарауы, яғни 230 беттегі мәтінді мұқият оқып қарайық. وإذا ارتد المسلم عن الإسلام أريد عليه الإسلام فإن كان بشبهة كشفت له ويقبس 3 أيام فإن أسلم وإلا قتل فإن قتله قاتل قبل الأرض الإسلام عليه كره له ذلك ولا شيئا على القاتل وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تقبس حتى تسلم ويذول ملك المرتد عن أمواله برتده زوالا مراغا дейді. Бұның енді мағынасы не дейді? Бұның мағынасы, аудармасы, егер мұсылман араби парсы дәстүрі, яғни классикалық ислам дінінен безсе, оған сол ислам дініне тез арада қайтып тәубе жасауы тиіс. Егер ол өз сенімінен қайтпаса, ол адамға күмәнін түсіндіріп 3 күнге дейін түрмеге жабу қажет. Сол уақыттың ішінде ол тәубе жасап, ислам дініне оралмаса, ол жағдайда оны өлтіру керек. Егер ол жендет, палач, кәпір мұртатты исламға қайта оралу ұсынысына дейін өлтірсе, онда бұл қателік болады. Бірақ жендетке еш нәрсе болмауы тиіс. Діннен безген әйелге келер болсақ, оны ислам дініне оралғанша түрмеге жабу керек. Діннен безуші исламды тастаған үшін өз мүлкін иелену құқығынан толықтай айырылады. Ардақты ағайын, еліміздегі мүфтиятқа қарайтын медреселер мен діни оқу орталықтарында осындай террористік іс-әрекетке үндейтін діни кітаптар ашық түрде оқытылып жатыр. Ауғанстан, Сирия, Иран, Саудия сияқты теократиялық елге айналмауымыз үшін құзырлы органдар тез арада бұндай діни әдебиеттерге мүлдем тыйым салынуын өтінемін. Қазағымды бір тәңір өзі жарылқасын. Тыңдағандарыңызға рахмет.